Сәлем баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге қамыры жұп-жұмсақ үлпілдек болып шығатын тәтті тоқаштың, яғни булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Айта кетейін, қамырына ешқандай жұмыртқа қосылмайды, жұмыртқасыз жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Және де арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Каналыма кірсеңіздер, бұдан бөлек көптеген рецепттерді таба аласыздар. Видео ұнаса лүпіл басып, өз пікіріңізді комментарийге қалдыра кетсеңіздер болады. Қамырын жасауға кірісеміз, яғни ыдысымызға 500 мг жылы сүтімізді құйып, үстінен 6 ас қасық қантымызды, шым тұз саламыз. Сонан соң 1 ас қасық дрожж салып, жақсылап араластырасыздар. Сонан соң мендегі 300 мг бокал 4-тен 1 бөлігі деп жаздым, яғни 70 мг сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аласыздар. Електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, бірте-бірте сала отырып, жұмсақ қамыр болғанша жақсылап илеп аласыздар. Қамырымыз бірігіп дайын болған кезде 70% уксусты 4-5 тамшы және 70 грамм сармайменен біріктіре отырып, жақсылап бір масса болғанша, яғни әдемі жұмсақ қамыр болып шығуы керек. Сол уақытқа дейін жақсылап илеп, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоясыздар. Қамырымыз көтеріліп, көпсіп дайын болған кезде бөліктерге бөліп, домалақ пішінге келтіріп аласыздар видеодағыдай, және ортасына салмасына вареный сгущенка қостым. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, қалауларыңыз. Сонан соң дәл видеодағыдай көрсетілгендей, яғни подъемға қоясыздар, бетін майлықпенен жауып қоясыздар, жарты сағат 40 минуттай өздігінен қамыр көтерілу керек. Сонан соң бетіне жұмыртқасын қалауыңыз бойынша күнжіт, мак сеуіп, қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аласыздар. Осымен тәтті булочкаларымыз дайын болған булочкаларымызды дастарханға, яғни жақындарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Видео рецептім сіздерге ұнаған болса, лүпіл басып, пікір жазуды да ұмытпаңыз. Және де рецепт ұнаған болса, өз жақын достарыңызбен бөлісе жүргейсіздер. Сіздермен болған салтанат. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.